Сәлем достар, бүгін Достық үйінде облыстық аналар кеңесі жанындағы Мариям Хакимжанова театрының «Алжир тұтқындары» атты спектаклі тұсаукесері өтейін деп жатыр. Данный спектакль посвящен узницам Акмолинского лагеря жен изменников Родины, в простонародье Алжир. Осы шараға көрермен ретінде мінекей студент жастар, оқушы жастар келіп қатысайын деп жатыр. Олар да сахналық қойылымды спектакльді тамашалап, өз әсерлерімен бөлісетін болады. Дәл осы есіктің артында дәл қазір «Алжир тұтқындары» спектаклі басталайын деп тұр. Барлық көрермендер, әртістер дайын. Сіздер дайын болсаңыздар, кәнеки кіріп көрейік, бастайық. Пройдемте со мной. У меня не принимают передачи. Я считаю, что такие спектакли нужны, потому что они показывают историю нашей страны, с чем сталкивались люди, через что они проходили, они показывают эмоции, которые они пережили. С сегодняшнего дня у вас нет фамилии, тем более нету настоящего прошлого, и никогда не будет у вас будущего. Спектакль жоғары деңгейде өтті. Маған бәрі ұнады. Қазіргі жастарға ол өте қажет нәрсе. Так, цель нашей работы – помочь фронту. Келе жатқан мерекеміз тәуелсіздік күні құтты болсын. По большей части, то, что меня затронуло, это то, как приехали в лагерь Алжир, и им помогали едой казахские женщины, казахи априори. Я думаю, это показывает то, насколько мы дружны. То, что было тогда, это не должно повторяться опять. Ана кеңесінің мүшесі ретінде осы неге спектакльге қатыстым. Расында да бұған өте күшті дайындық болды, жауапкершілік болды. Мен осы Алжир қойылымын көріп, өте сондай әсер алдым. Өзі көз жасынан да кішкене еркізге болдым да, сондықтан өте керемет болды. Бүгінгі қойылмай сондай не болғаны, ашық көздің жас келді ғой. Бүгін көп жастар болды. Сол жастарға бұл керек нәрсе деп ойлаймын.